Бүгінгі шығарылымда көретіндеріңіз: аудан әкімдігінде аппараттық кеңес өтті. Аудандық мәдениет үйінде құқықтық дәріхана шарасы ұйымдастырылды. Қоғамдық кеңестің отырысы өткізілді. Ауғанстаннан әскерлердің шығарылғанына 37 жыл толуы атап өтілді. Львов ауылында денсаулық 2026 қысқы спартакиадасы өтті. Второй вопрос у нас противопал к мероприятию. Докладчик Шпанов Токтаров Байбузакович, исполняющий обязанности руководителя отдела по мобилизационной подготовке территориальной гражданской обороны. 17 ақпанда аудан әкімдігінің мәжіліс залында аудан әкімі Ербол Жүсіпбековтің төрағалығымен аппараттық кеңес өтті. Жиынға қала, ауыл және ауылдық округ әкімдері, дербес бөлімдер мен мекемелердің басшылары, аудан әкімі аппараты бөлімдерінің жетекшілері қатысты. Отделом по мобилизационной подготовке территориальной и гражданской обороне совместно с отделом по чрезвычайным ситуациям Шахтинского района был совершен комиссионный объезд. Кеңес басында аудан әкімі кадрлық тағайындаумен таныстырды. Жарқайың тарихи өлкетану музейі директоры қызметіне Алмагүл Ахатова тағайындалды. Ол бұрынғы Торғай облысы Амантоғай ауданының тумасы. Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын тарих пәні мұғалімі мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын ауыл мектептерінде ұстаздықтан бастап, Арқалық педагогикалық институтында қоғамдық пәндер оқытушысы, филология факультеті деканының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарған. Сондай-ақ Арқалық қаласындағы облыстық өлкетану музейінде кіші ғылыми қызметкер болған. Аудан әкімі жаңа басшыға жауапты қызметінде табыс тіледі. Күн тәртібінде 3 негізгі мәселе қаралды. Алғашқысы 2025 жылғы өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерінің орындалу қорытындысы. Бұл бағытта экономика және қаржы бөлімінің басшысы Бақыт Ахметова баяндама жасады. Разрешите доложить об итогах социально-экономического развития района за 12 месяцев 2025 года. 2025 жыл ішінде ауданның негізгі салалары бойынша нақты көлем ай сайынғы ауытқулар мен біркелкі қалыптасады. Бұл салық циклдардың маусымдылығы және ерекшеліктерімен байланысты. Жыл қорытындысы бойынша өнеркәсіпте өңдеу өнеркәсібі мен машина жасауда қосылғанда жекелеген секторлардағы өндіріс көлемінің қысқаруына байланысты ИФО-ның төмендеуі тіркелді. Сондай-ақ битум қоспалар мен асфальт бетон өндірісінің төмендеуі. Саудада да қызықты динамика байқалады. Номиналды бөлшек тауар айналымы өткен жылдың деңгейін асып түсті, алайда инфоның төмендеуін көрсетеді. Бұл тауар айналым құрылымының өзгеру бағасының өсуіне байланысты. В торговле отмечается интересная динамика. Аудан әкімі орынбасарларына, қала, ауыл және ауылдық округ әкімдеріне, дербес бөлім басшыларына әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерінің уақытылы әрі сапалы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды. Экономика және қаржы бөліміне әр 90 қорытындысы бойынша жауапты орындаушыларға қатысты тәртіптік шаралар қабылдау үшін қызметтік жазба ұсынып отыру жүктелді. Сонымен қатар экономика және қаржы, кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімдеріне статистика басқармасымен бірлесіп орындалмай қалған көрсеткіштерге талдау жасап, 2025 жылғы индикаторлар бойынша қайталама кемшіліктерге жол бермеу тапсырылды. Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөліміне мемлекеттік кірістер басқармасымен бірге аудандағы әрекетсіз кәсіпкерлік субъектілерінің тізімін әзірлеп, бөлшек сауда айналымы көрсеткіштерін орындау бағытында нақты жұмыстар жүргізу міндеттелді. Екінші мәселе көктемгі су тасқынының алдын алу шаралары. Мобилизациялық дайындық, аумақтық және азаматтық қорғаныс бөлімінің міндетін атқарушы Тоқтар Шпанов пен аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің міндетін атқарушы Тілек Бектасов баяндама жасады. Аудан әкімі Держанец қаласы мен Гастелла, Пригородная, Костычев, Нахым ауылдарының әкімдеріне инертті материалдар қорын толықтыруды тапсырды. Сондай-ақ бірқатар елді мекендерге құм салынатын қаптар қорын көбейту, бар жер үйінділерін қосымша бекіту, елді мекен аумағынан қар шығару жұмыстарын күшейту жөнінде нақты міндеттер жүктелді. Үшінші мәселе алдағы республикалық референдумға дайындық барысы. Аудандық аумақтық комиссия төрайымы Жанар Рамазанова ұйымдастыру жұмыстары туралы баяндады. Президентом Республики Казахстан был подписан указ о проведении 15 марта текущего года республиканского референдума.
Ағымдағы жылы Қазақстан Республикасының президенті осы жылдың 15 наурызында республикалық референдум өткізу туралы жарлыққа қол қойды. Референдумға мәселенің мұндай тұжырымдалуымен Қазақстан Республикасының жаңа конституциясының жобасы енгізіледі. Сіз 2026 жылғы 12 ақпанда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған Қазақстан Республикасының жаңа конституциясын қабылдайсыз ба? Жарқайың ауданында конституцияға сәйкес сайлау туралы заңға, сондай-ақ республикалық референдум туралы заңға сәйкес 26 комиссия республикалық референдум ұйымдастырып өткізеді. Біреуі 25 учаскелік аумақтық комиссия. Оның ішінде азаматтар тіркеу орны бойынша 24 және уақытша келетін орындардағы бір участке. Оған мәслихаттар сайлаған комиссияның 142 мүшесі қатысады. В которых примут участие 142 члена комиссии. Жиында референдумды ұйымдастыру және өткізуге байланысты аудандық штабтар мен қосалқы штабтардың жұмысы, жаңа конституциялық реформаны түсіндіру шаралары, сондай-ақ жылыту маусымының өту барысы туралы да ақпарат берілді. Кеңес соңында Ербол Жүсіпбеков күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғанын атап өтіп, қатысушыларға жүктелген тапсырмаларды сапалы әрі мерзімінде орындау қажеттігін ескертті. Біздің жұмыс бойынша сіздерге тұрғындардың тарапынан қандай да бір туындаған сұрақтарға өздеріңіздің заң тұрғысынан көмектеріңізді көрсетсеңіздер дейміз. 13 ақпанда құқықтық дәріхана акциясы өтті. Аталған шара аясында кез келген азамат тегін заң көмегін алып, мемлекеттік органдардың өкілдеріне тікелей жүгіне алды. Шараны Жарқайың ауданының прокуратурасы ұйымдастырды. Жарқайың аудандық прокуратурасының үйлестірілуімен жергілікті атқарушы органдардың қатысуы арқылы құқықтық дәріхана акциясы өткізілді. Құқықтық дәріхана халыққа көмек көрсетудің ерекше форматы. Бұл азаматтардың заңнамалық сұрақтарына жедел жауап беретін орын. Құқықтық дәріханаға заң бұзушылықтардың, құқықтық қиындықтардың шешімін табу үшін аудан азаматтары жүгінді. Акция Қазақстан Республикасының Конституциясының 13 бабына сәйкес әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар екендігін қамтамасыз ету мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл қағида мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айқындаған заң және тәртіп тұжырымдамасының басым бағыттарымен үндеседі. Іс-шара барысында мемлекеттік органдар тұрғындарды жеке қабылдап, түрлі құқықтық мәселелер бойынша кеңес берді. Несмотря на проводимую работу в сфере уличного освещения, остаются нерешенные вопросы. Недостаточная освещенность второстепенных улиц. 18 ақпанда Держанец қаласында Жарқайың аудандық қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Отырысқа кеңес төрағасы Даулат Шәкіров төрағалық етті. Жиынға аудандық мәслихат төрағасы, аудан әкімінің орынбасарлары Ербол Мұқашев пен Арай Әбенова, қоғамдық кеңес мүшелері, қала әкімі, қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің басшысы, мемлекеттік мекеме жетекшілері мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Күн тәртібінде 3 мәселе енгізілді. Алғашқы мәселе Держанец қаласындағы көше жарығының жай күйі және кешкі уақыттағы қауіпсіздік мәселесі. Бұл бойынша қала әкімі Заур Смағұлов баяндама жасады. Қосымша баяндама қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің басшысы Мақсат Камиев тарапынан ұсынылды. 2025 жылы Жарқайың ауданының жедел полиция қызметкерлері ауданның жергілікті атқарушы органдарымен және басқа да қызметтермен өзара іс-қимыл жасай отырып, құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды алдын алуға, қоғамдық тәртіп пен жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге кешкі уақытта жұмыстар жүргізді. 2025 жылдың қорытындысы бойынша қабылданған шаралармен Жарқайың ауданының аумағында қылмыстар тіркелді. Өткен жылмен салыстырғанда 5-8% төмендеді. Қылмыстардың азаюы қоғамдық орындарда 7-ден 4-ке дейін, мас күйінде 16-тан 10-ға дейін қысқарды. 2026 жылдың қаңтар айында Жарқайың ауданының аумағында қылмыстар тіркелген жоқ. Күн сайын Жарқайың ауданының полиция қызметкерлері кешкі уақытта қоғамдық тәртіпті және жол жүрісі қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету бойынша жаяу және автопатрульдеу полициясының кешенді күштерінің нарядтарымен жүзеге асырады. Бұл ретте тұрғылықты жері бойынша профилактикалық сипаттағы әңгімелер жүргізілген, полиция бөлімі есебінде тұрған адамдар тексерілді. Сондай-ақ Державинск қаласының барлық ойын-сауық мекемелері бойынша патрульдік бекеттік нарядтары бөлек қойылады. Проблемалық ойын-сауық мекемесінің бірі Державинск қаласындағы молодежный шағын ауданда орналасқан Хьюстон кафесі болып табылады. Ол демалыс және мереке түндері түнгі 3-ке дейін жұмыс істейді. Бұл мекемеге келушілер көбіне қатты алкогольдік мас күйінде болады. Бұл қоғамдық тәртіпті бұзушылықтарға келеді. У нас в районе, потому что зачастую преступление происходит в увеселительных заведениях. 4 ақпанда арнайы құрылған жұмыс тобы қала көшелері
көшелеріне мониторинг жүргізген болатын. Нәтижесінде орталық көшелер мен әлеуметтік нысандар маңында жарық бар екені, жарықтандыру желілерін жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатқаны анықталған. Сонымен қатар бірқатар мәселелерде көтерілді. Майкутов, станционная, юбилейная, Ишимская, вокзальная көшелері мен элеваторный және Целинный, Тұйық көшелерінде жарықтандыру жеткіліксіз екені айтылды. Теміржол вокзал алдындағы алаңда жарықтың мүлде жоқтығы тұрғындардың қауіпсіздігін қауіп төндіретінін атап өтілді. Сондай-ақ Үкібаев көшесіндегі жастар шағын ауданына апаратын бұрылыста орналасқан жаяу жүргіншілер өткеліне қосымша жарық орнату қажеттілігі айтылды. Қоғамдық кеңес қала әкіміне көше жарығын кезең-кезеңмен жаңғырту, энергия үнемдейтін технологияларды енгізу, жол белгілерін талапқа сай келтіру және привокзал аумағына бейнебақылау орнату жөнінде ұсыныстар берді. Ұсыныстарды бақылау аудан әкімінің орынбасары Ербол Мұқашевке жүктелді. Күн тәртібіндегі екінші мәселе 2025-2029 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және пайдалану жоспарына толықтыру енгізу туралы. Бұл жөнінде кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің міндетін атқарушы Талғат Бейсенов баяндады. Ұсынылған өзгерістер қоғамдық кеңес мүшелері тарапынан бір ауыздан қолдау тапты. Отырыс барысында қоғамдық кеңестің 2026 жылға арналған жұмыс жоспары да қаралып бекітілді. Жиынды қорытындылай келе, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауларында әділетті, қауіпсіз әрі ашық қоғам құрудың маңыздылығын ерекше атап өткенін тілге тиек етті. Президент қоғамдық кеңестердің рөлін күшейтіп, азаматтардың пікірін ескеру арқылы тиімді мемлекеттік басқару жүйесін қалыптастыру қажеттігін айтқан болатын. Осы тұрғыда жергілікті деңгейде көтерілген мәселелерді уақытылы шешу халықтың өмір сапасын арттырудың басты кепілі екені атап өтілді. Қоғамдық кеңес алдағы уақытта да қоғам мен билік арасындағы ашық диалог алаңы ретінде өз жұмысын жалғастыра береді. Ол кезде союз кезінде соны қарапайым түсіндіріп жатырмын да. Қазір сіздерге алысқа бармайсыздар, өз жеріңізде, Қазақстан жерінде өздерінің әскери міндеттері. Қыз бала болсын, ұл бала болсын. Өйткені қыз балалар да керек, ол медицинский саласында. Кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 37 жыл толуына орай жауынгер интернационалистерді еске алу күніне арналған тағылымды дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Тағылымды толу бас қосу ел тарихындағы маңызды кезеңді еске алып, ерлік пен елдік рухты ұлықтауға арналды. 37 жылға аяқ басып бара жатыр. Білесіздер, мінекей 15 күні ақпанның әрине біз осы қоғам болып, үлкен кіші болып, мысалы өзіміздің елімізде, жерімізде әрқашанда тағзым етеміз. Сол ауған соғысының батырларына бірінші тағзым етеміз, одан кейін еске аламыз кеткен кісілерді. Қаншама жастар кетті. Санап көрсек, осы 15 пен 20 мыңға жуық жастар кеткен екен. Көрдіңіздер ме, қайтпай елге. Ол деген 18 жас өспірімге, 18-20 жас аралығындағы. Сондықтан әрине өте өкінішті бір жағынан, екінші жағынан бірақ бұйрық болғасын, Кеңес одағының шешімі болғасын, ол енді соғыс сондай кезеңі бой алды. Тарихтың қойнауында кетсін сол жылдар, енді келмеске кетсін дейді ғой, қайталанбасын. Іс-шара Қасым-Жомарт Тоқаев айқындаған тарихи жадыны сақтау, өскелең ұрпақты отансүйгіштік рухта тәрбиелеу және ардагерлерге құрмет көрсету жөніндегі мемлекеттік ұстанымдарға сәйкес өткізілді. Мемлекет басшысы өз жолдаулары мен бағдарламалық мақалаларында ұлттық бірегейлікті нығайтуда тарихи сананың маңызын ерекше атап өткен болатын. Осы бағыттағы жұмыстар өңірлерде жүйелі жалғасын табуда. Кездесуге ауған соғысының ардагерлері, ардагерлер кеңесінің төрайымы Ұлболсын Ахметова, билер кеңесінің мүшесі Төлеген Ибраев, Германиядағы кеңес әскерлері тобының өкілі және белсенді жастар қатысты. Қатысушылар отанынан жырақта әскери борышын адал атқарып, ерлікпен қаза тапқан боздақтарды 1 минут үнсіздікпен еске алып, рухтарына тағзым етті. Ардагерлер сұрапыл соғыс жылдарындағы естеліктермен бөлісіп, жауынгерлік бауырластықтың биік рухы, сарбаздардың табандылығы мен қайсарлығы туралы тебірене әңгімеледі. Олардың әрбір сөзі жас ұрпаққа тағылым болып, бейбіт өмірдің қадірін терең ұғынуға үндеді. Осы ергемізде тұрған Пятигор ауылынан Қасым Давлеталин деген мықты летчик, истребитель дейді, сол уыздай бала колледжде оқып жүріп, одан высшее военное училище оқып, Омскіде, содан кетті соғысқа. Қандай ерлік жасаған, енді оның кітапта
ерлігі тамаша жазылған. Міне музейлерде бар Пятигор мектебінде. Сондай дүниелерді оқыңдар, естіңдер, көріңдер. Өйткені оны ізденіп, өздерің солай ізденіп жүріп, өздерінің ниет қойып жүріп, сондай дүниелерді білсеңдер, ол сендерге өте адами тамаша қасиеттер әкеледі. Бойларында сонда шынығасыңдар. Сонымен қатар бас қосу барысында өскелең ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу, тарихи жадымызды сақтау, ерлік көрсеткен азаматтарға құрмет білдіру мәселелері кеңінен қозғалды. Ең басты тілейтіндеріміз мықты денсаулық, әрқашан денсаулықтарыңыз мықты болсын, жүр жасаңыздар. Осылай біздің жас ұрпаққа өздеріңіздің тәлім тәрбиелеріңізді, өздеріңіздің ақыл ойларыңызды айтып осы жерде ол үлкен. Кездесу соңында мұндай мазмұнды әрі тағылымды шаралар ұрпақтар сабақтастығын нығайтып, әскери борышқа деген жауапкершілік пен құрмет сезімін арттыра түсетіні ерекше атап өтілді. Жарқайың ауданында кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 37 жыл толуына орай тағылымды еске алу іс-шарасы өтті. Құрметті жерлестер, ардақты ағайын, бүгін біз ауған жерінде әскери борышын өтеген жауынгерлерді еске алып, сол бір ауыр да жауапты кезеңді тағзыммен еске түсіреміз. Бұл тек тарих парағы ғана емес, бұл біздің тағдырымыз, біздің жастығымыз, біздің сын сағаттарымыз. Бұл күн тарихтың ауыр беттерін парақтап, ерлік пен елге деген адалдықты қастерлейтін тағылымды сәт. Іс-шара барысында ауған соғысында қаза тапқан жауынгерлердің рухына тағзым етіліп, ескерткішке гүл шоқтары қойылды. Жиналған жұртшылық 1 минут үнсіздік жариялап, боздақтардың жарқын бейнесін жүрекпен еске алды. Тағылымды жиынға соғыс ардагерлері, аудан тұрғындары, жастар мен қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Ардагерлер сұрапыл жылдардағы естеліктермен бөлісіп, жауынгерлік достықтың беріктігі мен отан алдындағы борыштың қасиеті жайында тебірене әңгімеледі. Олар бейбіт өмірдің бағасын білу, бүгінгі ұрпақтың басты парызы екенін атап өтті. Кеңес әскерлерінің шектеулі контингенттерінің Ауғанстан жерінен шығарылған күні. Кеңес одағы шешіммен қарулы қақтығыс 10 жылға жуық созылды. Өкінішке орай, осы сұрапыл соғыста көптеген, яғни 15 мыңнан астам жас жауынгерлер қаза тапты. Бүгінгі күні еліміздің түкпір-түкпірінде осы ерлікпен қаза болған жас жауынгерлерді, батырларды дейміз, еске алып, ескерткіш, сол кісілердің атына арналған ескерткішке гүл шоғын қойып тағзым етеміз. Және арамыздағы ауған соғысына қатысқан ардагерлерге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Кездесу барысында тарихи сананы жаңғырту, ел бірлігін нығайту және ардагерлерге құрмет көрсету бағытындағы мемлекеттік саясаттың маңызы ерекше айтылды. Бейбіт күннің қадірін ұғындырып, батырлардың ерлігі ешқашан ұмытылмайтыны тағы бір мәрте айқындаған бұл тағылымды шара ел бірлігін бекемдеп, ұрпақтар сабақтастығын нығайта түсті. 31-ші аудандық денсаулық 2026 қысқы спартакиадасының салтанатты ашылу рәсіміне қош келдіңіздер. Львов ауылында денсаулық 2026 атты Жарқайың ауданының қысқы спартакиадасы салтанатты түрде өтті. Дәстүрлі дода биыл 31-ші рет ұйымдастырылып, аудан спортшыларының басын қосқан айтулы мерекеге айналды. Барлық командаларға, қатысушыларға тек қана сәттілік, табысы болсын сіздерге. Аталған спорттық шара президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айқындаған салауатты өмір салтын қалыптастыру, бұқаралық спортты дамыту және ұлт денсаулығын нығайту жөніндегі мемлекеттік саясаттың басым бағыттарына сәйкес өткізілді. Мемлекет басшысы өз жолдауларында бұқаралық спортты қолдау ұлт саулығының кепілі екенін атап өткен болатын. Осы міндеттер аясында ұйымдастырылған спартакиада ел президенті жүктеген тапсырмалардың өңірде жүйелі жүзеге асып жатқанын көрсетеді. Салтанатты шараға аудан әкімінің орынбасары Арай Әбенова қатысып, аудан әкімі Ербол Жүсіпбековтың атынан құттықтау лебізін жеткізді. Ол өз сөзінде барша қатысушыларға сәттілік тілеп, спорттың денсаулықтың тірегі ел бірлігінің айқын көрінісі екенін ерекше атап өтті. Бүгін Жарқайың ауданында Львовский ауылында 31-ші қысқы спартакиада өтіп жатыр.
денсаулық 2026. Бұнда 15 ауылдық округтан 30 адам қатысып жатыр. Уже балық аулағандар бар. Ауа райы бүгін жақсы болып тұр. Сол балықшылар шұңқыр тесіп балыққа ауа жіберіп жатыр. Соған қарай қыстың күні оттегі аз болады. Мұздың қалыңдығынан, қардың қалыңдығынан мұздың қалыңдығы 1 метрге дейін барады. Қысқы спартакиаданың алауын жағу құрметі спорт ардагері, жазғы президенттік көпсайыс бойынша КСРО спорт шеберлігіне кандидат, жазғы полиатлоннан Қазақстан кубогының күміс жүлдегері, ел чемпионатының қола жүлдегері, жазғы және қысқы көпсайыстан Ақмола облысының бірнеше дүркін чемпионы Людмила Шварневаға табысталды. Бұл сәт додаға жиналған көпшілікке ерекше рух сыйлап, жарыстың шырайын аша түсті. Жалпы командалық есеп қорытындысы бойынша бірінші орынды Львов ауылы, екінші орын Пятигор ауылы, үшінші орын Тасөткел ауылы иеленді. Спартакиада жоғары деңгейде ұйымдастырылып, спортшылар өз шеберліктері мен ұйымшылдығын паш етті. Денсаулық 2026 қысқы ойындары салауатты өмір салтын насихаттап қана қоймай, аудан тұрғындарының ауызбіршілігі мен ынтымағын нығайтқан жарқын спорт мерекесі ретінде есте қалды.